Приветики. Мен де қалайцсан болады ұмытқанмын. Кім ескі біледі? Солардың өлеңдерін айтып берейін ба. Екінші часть одан просто мен қазір бір трендовый болып отқан плак деген өлең бар. Короче, мама говорила мне, слушай, мужа, я не послушна, делаю хуже, делаю не так, как наказывал папа деген өлеңді қазір істеп берейін ба. Мен оны всего лишь бір күнде, примерно 2-1 сағатта үйреніп. Мама говорила мне, слушайся мужа, я не послушна, я делаю хуже, делаю не так, как наказывал папа. Қайтадан айтайыншы. Мама говорила мне, слушайся мужа, я не послушна, я делаю хуже, делаю не так, как показывал папа. Вместо звезды хватаю гранату, я хотела бы тебя как тогда обнять, но для этого придется тело раскопать. И бірдеңе. Кім ана обзорды көрсетіп шығайын да сөйтейін бе. Жаңа бір обзор түсірдім, оны спыштарға. Соны көрсетейін қазір. Қайтадан обзор болады, короче, дей салайын да. Кімді өлең? Алысқа отырайын ба, аяғым көріну үшін. Короче, оны 1-2 күнде үйренуім. Подружкаларымен еще. Бір подружкам бар ғой бүйтеді. Аяғым көтермейді. Екінші подружкам, олар егіздер, мен что? Тоже сөйтеді, мен сияқты аяғым көтереді. Ал подружкам аяғым көтермейді. Жүре береді. Бірінші көшім мынау болды. Осындай кошка. Если что, комментке жазып кетіңдер или подписать етіңдер, на комментар жасамаса. А соны жігіттер, потому что мен жігітті істеп жатыр. WhatsApp ашып береді, сол жерден номерларын алалым, номерларын жазып кетіңдер. Ойнап айтам. Брухевенге кіресіңдер жігіттер, подписать еткендер. Примерно 30 емес. 31, ойбай, бірі ма, сондай кезде. Чупсы. Короче, айтпай қойыншы. Міне батыр.